Сәлеметсіздер ме? Эфирде өз ісім бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Әлима Рахматолла. Нан адамның үлкен еңбегінің арқасында пайда болатын, ерекше тұтынатын өнімдердің бірі. Нан бар жерде ән бар, ас атасы нан, ас адамның арқауы деп халық бекер айтпаған. Адамдардың өмір сүру сапасы тікелей нанмен тығыз байланыста болған. Қазіргі күнге дейін нан үстеліміздегі ең басты тағамдарының бірі болып саналады. Күнде қажетімізге қолдансақ та ешқашан жалықтырған емес. Солтүстік Қазақстан облысы нан шығаратын астық қоймасы болып саналады. Осы жерде нан шығаратын ірі кәсіпорындардың бірі орналасқан. Сондықтан дәстүрлер мен стандарттарды Петропавл нан тоқаш зауыты дамып келеді. Қазіргі таңда нанды қалай пісіреді, хош иісті нан өнімдері қалай өндірілетінін өз ісім бағдарламасы арқылы біле аласыздар. Осыдан 15 жыл бұрын адамдар тағам ретінде шикі астықтарды қолданған. Нан ерте заманда пайда болып, даярлануы тарих тереңінде жатқан өнімнің бір түрі. Алғашқы нан жарма мен судан даярланған. Сол сияқты сумен ұнды кездейсоқ немесе арнайы мақсатқа тәжірибелеу қорытындысынан туындаған пісірме ботқаның түрінде болды. Аштықтан жасалған нан алғашқы рет Мысырда жергілікті жерде астықтың өсуіне қолайлы жағдайлардан пайда болды деп есептеледі. Ал мұндай нанды даярлауға екі қасиетке ие болған бидай сұрпын шығару қажеттігі туындады. Уақыт өте келе адам баласы жылытылған астық шикіге қарағанда әлдеқайда дәмдірек екендігін білген. Сол кезден бастап су қосылған жарма екінші нан болып есептелген. Шамамен 6,5 мың жыл бұрын Мысырда адамдар бидай мен арпаны дамытып үйренген. Сол кезде қол диірмені ойлап құрастырылып, ең бірінші нан дүниеге келген. Әдетте ұн қара және ақ болып екіге бөлінеді. Түрлі дәрумендер мен минералды заттар екеуінде де бар. Бірақ ең пайдалы элемент бидайдың қауызында болады. Нанның пайда болуы әр халықтарда әр түрлі. Әрбір мәдениетте нанның пайда болуы ерекше орынға ие болатын. Тәжірибеге сүйенсек, барлық дерлік славян тайпалары нанды өзара бөлісіп жесе, өмір бойы дос болады деген дәстүр бар екен. Нан халықтар арасындағы байланыстырушы буын ретінде саналған. Наннан жасалған өнім бұл үлкен еңбектің символы. Ас атасы нан деп бекер айтылмаған. Нан ең басты керекті азық-түліктің бірі. Біз бұл өнімнен күнде кездесеміз. Онсыз таңғы аста, түскі аста көңілді мерекелік кеште өтпейді. Нан амандық пен жеткіліктің белгісі ретінде қарастырылады. Ол әлемдегі адамдарды аштықтан сақтайтын құнды тағамдардың бірі ретінде болады. Нанның дәміне жетер сірә дәм бар ма? Егер нанда бір нәрсе жетіспей тұрса, оны әркім бірден байқап қалады. Бала кезде балғын піскен бір бөлке нан қуырылған қытырлақ алдында ешкім тұра алмайтын. Астық өнімдерін пісірумен танысу үшін біз ең алдымен кәсіпорын зертханасынан бастаймыз. Это лаборатория мельничного комплекса. Біз қазір диірмен кешенінің зертханасында тұрмыз. Бұл жерде барлығы қатаң тәртіппен тексеріліп, бақылауда болады. Өндіріске түсетін астық тексеріледі. Одан өндіріліп шығатын азық-түліктер де біздің бақылауымызда болады. Яғни ұн мен кебек солардың ішіне кіреді. Өздеріңіз көріп тұрғандай бұл жерде тексеруге арналған құрылғының барлығы бар. Дән мен ұнды мұқият тексереміз, сондықтан біз өзіміздің құралдарымызға сенеміз. Әрине кәсіпорында жаңа құрылғылар мерзімі жеткенде ауыстырылып отырады. Бірақ дәнді де ұнды да тексеретін құрал жабдықтарымыз жеткілікті, әрі барлығы бар. Өндіріске келіп түсетін ұн қашанда бақылауда болады. Сондықтан әрбір нан тоқаш өнімдері үшін жалпы ұннан жасалатын өнімдерге ұнның жоғары сұрыпты әрі сапалы болғаны өте маңызды.
Біраз уақыт бұрын бірінші солтүстік телеарнасының түсіру тобы Петропавл қаласының зертханасында зерттеу жұмысын жүргізген болатын. Жарты қаланы айналып, жаңа піскен өнімді сынақ өткізу үшін сарапшыларға жол тарттық. Сынақтың таза өту үшін әрбір бөлке нан чекпен бірге жеке-жеке пакеттерге салынды. Естеріңізге сала кетейік. Зерттеу жұмысының мақсаты нанның құрамын анықтау емес, оның сапасын анықтау ең бірінші міндет болды. Сондықтан сарапшылар нанның атомын зерттемей, оның сырт келбетіне көзбен қарап шықты. Бұл кезеңде бірнеше бөлкеден ақаулар байқалды. Нанның салмағын өлшеу кезінде әр бөлкенің салмағы әртүрлі болып шықты. 470-тен 500 граммды құрайтын болды. Аралығындағы айырмашылық 100 граммды құрады. Берілген тәртіпке сәйкес ешқандай бұзушылық табылмады. Содан шығатын қорытынды біз бір бағаға бір бөлке нан емес, тек қана оның жартысын сатып аламыз. Но конкретно не устанавливается. Жалпы нақты ештеңе дәлелденбеген. Бірінші сұрыптағы нан 550 немесе 600 грамм болып шығуы керек деген нақты пікірлер жоқ. Алайда қазіргі таңда белгілікті стандартты мөлшерлемелер қажет. Соған байланысты нанның салмағы да нақты болады. Мысалға, бірінші сұрыптағы бидай ұнынан жасалған нан 550 грамм деп нақты айтылар еді. Сондықтан менің ойымша жалпы стандарттарда осындай кемшіліктер байқалады. Дүкендегі сатушы тұтынушыға нанды сатар кезінде ол барлық нан өнімдері жайлы ақпаратты білуі тиіс. Тұтынушыға керекті ақпаратты айтуы тиіс. Өнімнің құрамы, бағасы, қандай салмағы, оның жарамдылық мерзімі, сақталу шарттары қандай. Осының барлығын тек нан өнімдерін сататын сатушылар ғана емес, барлық күнделікті өмірде қолданылатын заттарды сататын дүкеншілер осындай ақпараттарды білгені жөн. Әрбір өнімде сыртқы жағында бағасы жазылып тұруы тиіс. Бұл қандай нан, соған сәйкес аты, салмағы, бағасы жазылуы тиіс. Мысалы, бірінші сұрыптағы бидай ұнынан жасалған нанды алсақ, бағалары бұрын реттеліп отырды. Қазіргі таңда мұндай тәртіп жоқ. Соған байланысты қазір бұл нанның салмағы біреуінікі 450 немесе 550, кейбіреуінікі 600 граммға дейін барады. Техникалық сақтау мерзіміне сәйкес жоғары сұрып ұнынан жасалған жаңа нанның сақталу мерзімі пісіп шыққан уақыттан бастап 24 сағаттан жоғары болмауы тиіс. Арнайы құжаттарда нан қай уақытта пісті және қай уақытта пештен алынғандығы нақты жазылуы тиіс. Тексерілген нан зауыттарының ешқайсысы осы тәртіпке сәйкес құжаттарын көрсетіп мақтан алмады. Алайда сараптамаға қайта оралайық. Нан өлшенгеннен кейін екіге бөлініп кесілді. Сарапшылар тағы бір бөлке нанды жарамсыз деп таныды. Нанның ортасы тегіс болмай шықты, яғни бірыңғай кеуектілігі 60%-дан кейін болды. Мұндай нандарды тұрмыста қорқуыз деп атайды. Қорытындыға сәйкес 8 нанның финалдық мәреге тек 3 ғана өтті. Оның ішінде нан тоқаш комбинатының өнімі де бар. Көріп тұрғанымыздай, кейбір нан өнімдері сарапшыларды мүлде қанағаттандырмады. Жасалған сараптама нәтижесінде сапалы әрі барлық нормаларға сай деп Петропавл нан тоқаш комбинатының өнімі танылды. Нан өндірісі бірінші көргенге оңай әрі қарапайым көрінгенімен үлкен жауапкершілікті талап етеді. Оның қамыр және пеш дәмді нан шығару үшін маңыздылары болып табылады. Нан ұзақ уақыт балғындығын жоғалтпауы тиіс. Өзінің құрылымы мен сапасын белгілеген мерзіміне дейін сақталуы қажет. Петропавл нан тоқаш комбинатындағы нан пісірушінің міндеті сапаны сақтай отырып, аймақ тұрғындарын балғын нанмен қамтамасыз ету болып табылады. Нан комбинаты көптеген цехтар мен өндірістік желілер бар үлкен мекеме. Оны тек қана осында қызмет ететін мамандар ғана түсіндіре алады. Солардың бірі Гүлфия Шарипова. Ол бұл жерде бас технолог болып қызмет атқарады. Тәжірибесі мен біліктілігі артқан мамандардың бірі. Өз ісінің шеберіне айналып, 30 жылдың ішінде қызметін дөңгелетіп келеді. Мен бұл зауытқа келмей тұрып көптеген жерлерде жұмыс жасадым. Солардың бірі Чкалов көшесіндегі зауытта аға технолог болып қызмет атқардым. Ол жерде кәсіпорын кеңейтіліп, бірнеше өндіріс салалары қосыла бастады. Бірнеше цехтар болды.
вафли, торт, кондитерлік өнімдерді шығаратын цехтар болды. Соған байланысты мен барлығын дерлік үйрене бастадым. Аға технолог ретінде барлық жұмыстарды қадағалаудың арқасында бұл цех жұмыстарының қыр-сырын меңгерімдеуге болады. Қазіргі комбинатта шығаратын өнім түрлерінің барлығы бір цехта жасалады. Яғни нан өнімдері мен тәттілер осы жерде жасалады. Жұмысшылар күндізгі және түнгі 2 ауысымда жұмыс істейді. Тәулік бойынша барлығын қадағалап отырамыз. Түндегі ауысымды тексеретін технологтар түндегі уақытта болатын жұмыстарды қадағалайды, ал күндізгі керісінше күндізгі жұмысты тексеріп, ауысымын тапсырып кетеді. Комбинаттан жөнелтілген өнімдерді тексереміз. Өнімдерді технолог тексергеннен кейін дүкен сөрелер мен басқа да жерлерге жібереміз. Бригадир мен технолог жөнелтілетін өнімдерге бірдей жауап береді. Осы процесстерді тексеру мен бақылаудан бөлек, біз өнімдердің жаңа түрлерін шығарумен айналысамыз. Әртүрлі іс-шаралар өткізіп, нан, тоқаш өнімдерінің басқа да қандай түрлерін шығаруға болатынын ақылдасамыз. Маркетинг бойынша маманмен кездесеміз. Ол бізге қандай өнім шығару керектігін айтады. Біз оны өндіреміз. Маркетинг маманы халыққа тұтынуға береді. Соған сәйкес, егер халыққа ұнаса, әрі қарай сол өнімді дамытамыз. Формаланғаннан кейінгі қамыр дайындығы осылай болып көрінеді. Бұл нан көтерілуге арналған камера. Бұл жерде ашытқы осылған қамырдың көтерілуіне керекті температура мен ылғалдылық бар. Ең алдымен ашытқылы өнімдер пісер алдында барлығы осы кезеңнен өтулері тиіс. Бұл кезде өнімдердің көлемі ұлғаяды. Арнайы заттардың арқасында нанға ерекше иіс беріледі. Алайда нан өндірісі айтарлықтай оңай шаруа емес. Керісінше қызыққа толы ерекше жұмыс. Бір көлемнен екінші көлем, бір қалыптағы қамырдан әртүрлі пішіндегі тоқаштар пайда болады. Бірақ осы сиқырдың артында жоғары технологиялық үдеріс тұр. Қандай үдеріс екендігін көру үшін біз комбинаттың жоғары қабатына көтеріліп көрдік. Яғни өнімдердің бастау алатын жеріне келдік. Петропавл нан тоқаш комбинаты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қамырды ашытқы және сүтті ұйыту арқылы жасайтын наубайханалардың бірі. Ирина Чернышова көп жылдан бері Петропавл нан тоқаш комбинатында қызмет атқаруда. Оның сөзінше, нан пісіруші жұмысының еңбегімен санасатын, басқа маңызды әрі адамға қажетті жұмыс жоқ. Прежде чем получить готовую продукцию, ең алдымен дайын өнімді алу үшін барлық керекті қоспалар мен азық-түліктерді араластыру немесе илеу машинасына саламыз. Бұл жерде қамыр еленіп дайындалады. Содан соң 10-15 минут көтерілу үшін қоя тұрамыз. Уақыт өткесін жаймалауға жіберіледі. Өнім 5 немесе 6 рет жайылады. Содан соң дайын өнімдер қалыпты келтіру машиналарына салынады. Содан соң дайын қамыр өнімдері шығады. Олар құрылғыға қойылады да пісіру пешіне жіберіледі. Қызметкерлердің толассыз жұмыс істеуі, тұтынушыларды сапалы өніммен қамтамасыз ету, өндіріс кәсіпорынның қазіргі заманғы дамуына үлкен серпіліс береді. При приготовлении теста первое у нас надо замесить опару. Нанды дайындау үшін ең алдымен ашытқы қамырды дайындаймыз. Мына құрылғының ішінде 10 минут бойы дайындалады. Уақыт өткен соң құрылғының ішіндегі дайын қамыр себетке құйылады. Себетке құйылған дайын қамыр таспа арқылы бөліктерге құйылады. Барлығы бұл жерде 8 бөліктер бар. Әрбір бөліктерде 2 нан елейтін кеспек болады. 8-ші бөлік толтырылғаннан кейін 1-ші бөлік жақындай бастайды. Әрбір бөліктерде қамыр 4 сағат тұрады. 4 сағаттан кейін біз қышқылдығын, көтерілуін, дайын екендігін тексереміз. Дайын болған соң сіздер көріп тұрғандай 1-ші бөліктен қамыр бөліктері түседі. Қамыр бөлшектері түседі. Ол себетке барып салмағы өлшенеді. Ашытқы қамыр өлшенгеннен кейін нан елейміз. Ол жұмыс 7 минуттан соң дайын болады. Ол жерге барлығы автоматты түрде барлық шикізаттар беріледі. Дайындау рецептісі барлық стандарттарға сай әзірленеді. Ол жерде еде қамыр дайындалады. Үлкен транспортер арқылы бөлгішке жібереміз. Шикізаттың сапасына қарай кеспектер бірнеше бөліктерге жібереді. Қамырды дайындау үшін тек жоғары сапалы қосындыларды қолдану қажет. Соған байланысты қамыр тез көтеріліп, пісірілген өнімдер әдемі әрі дәмді болады. Былтыр кәсіпорын 4500 тонна нан тоқаш өнімдерін шығарылды. Петропавл нан тоқаш комбинаты нан пісірушілері 80 жылдан бері нан тоқаштарымен әртүрлі нандар және тәтті қытырлақтарды дайындайды. Бұл бұрынғы қызметкерлердің ізін басып келе жатқан, жас мамандардың жасап жатқан жаңа үрдістері.
нас тесто идет. Тестомес замешивает тесто. Ең алдымен қамыр дайындайтын жерге керекті азық түліктерді саламыз. Ол жерде қамыр дайындалып шығады. Көтеріліп болған қамыр бөлшектеуге жіберіледі. Ең алдымен олар бірнеше бөліктерге жіберіліп, арнайы құрал жайылады. Содан соң жұмысшылар дайын өнімді пішіндерге келтіріп кеседі. Жартылай дайын өнімдер көтерілуге қойылады. Көтерілгесін пешке пісірілуге жіберіледі. Мысалы, тоқаш белгілікті уақытқа дейін көтеріледі. Жұмысшылар тоқаш үстіне май жағып, қант себеді. Содан кейін пеште піседі. Тез пісетіндіктен жұмыскер қарап тұрады. 4000-ға жуық тоқаш шығарылады. Түстен кейін зауыт іші тып-тыныш. Қызу жұмыс түнде басталады. Мұндай жұмыс таңертеңгілік дүкен сөрелеріне жаңа өнімді қоюға мүмкіндік береді. Бүгінгі күні Петропавл нан тоқаш комбинатында әртүрлі өнімнің 60 түрі шығарылады. Бұл кәсіпорында барлығына белгілі формалы нан, немесе оны халық арасында Петропавлдық ерекше деп аталып кеткен нан түрі дайындалады. Сонымен қатар тоқаштар, батондар мен прәндіктер, қытырлықтар дайындайды. Нан пісірушілердің сөзінше өнім сапасы қиын технологияны қолданудың арқасында үлкен дәмге ие. Құрамына ешқандай жасанды қоспалар қосылмайды. Көптеген нан түрлерінің арасынан комбинаттық бөлкені айыру қиын емес. Тәулігіне зауытта 20-дан 25 тоннаға дейін нан пісіріліп, саудаға қойылады. Мы замешиваем теста. Мен дайындығын тексеремін, қанша шикізат сапасы қандай болу керектігін бақылаймын. Дайын болған қамырдың ылғалдылығын, қышқылдылығын қалыпқа келтіру формаларына салуға жараймы жоқ па соны тексереміз. Барлығы дайын деген уақытта бөліктерге бөліп формаларға саламыз. Пісіп шыққан өнімдердің арасында жарамсыздары кездессе, соларды да алып тастаймыз. Өйткені дүкен сөрелерінде мұндай өнімдер тұтынушыларға ұнамай қалуы мүмкін. Нанды дайындау үдерісі әр әйел адамына белгілі тәртіп бойынша дайындалады. Оның ашытқы, жеткілікті мөлшерде су және ең соңында қамыр дайын болады. Алайда бұл жерде де өз ерекшеліктері бар. Бұл жерде тек қосатын қоспалар мен дайындау тәртібінде ғана емес, оны дайындайтын құрал жабдықтарды да ескерген жөн. Заманауи технологиялық жүйелердің арқасында үрдіс жылдамдатылып, оңтайландырылған. Бірақ осы орайда барлық стандарттардың сақталатынын атап өткен жөн. Петропавл нан тоқаш комбинатында жеңіл, дәмді әрі үгілмейтін нан түрлерін дайындайды. Петропавл тұрғындарын 80 жылдан бері таңғалдырып келе жатқан осы дәм. Алдағы уақытта да бұл дәм қуанта бермек. Ерте кезде прәндік өнімдері әр халықты мәдениеті мен өмірінде ерекше орынға ие болған. Ол аспаздық кәсіпте кең таралған тәтті нандардың бірі. Прәндіктер көптеген тұрғынның ең сүйікті дәмді тәттілерінің бірі. Ол прәндік дайындайтын қамырдан қантты заттар мен әртүрлі тәттілер қосылып жасалынатын кондитерлік өнім. Ең соңғы қоспа оларға ерекше дәм беріп, әр түрге бөледі. Петропавл нан тоқаш зауытында шығаратын өнімдер ішінде прәндік әртүрлі түрлері бар. Сигма, комсомолдық, балды және басқа да түрлері. Солардың әрқайсысын дайындалу мерзімі де ерекше, дайындау тәртібі де әртүрлі. Әр кезекте бригада әртүрлі иісі мұрынды жаратын тәттілер мен прәндіктер шығарады. Сол тәттілер сіздің үстеліңізде табылары сөзсіз. Наталья Сатниченко Петропавл нан тоқаш зауытында 1997 жылдан бері қызмет атқарып келеді. Ең алдымен зертханашы болып қызметін бастаған. Қазіргі таңда Наталья торт цехында технолог болып жұмыс істейді. Бұл бөлімшеде 5 адам, 40-қа жуық атауы бар торт шығарады. Торт дайындау процесі басқа да өнімдерді дайындайтын сияқты. Ең алдымен шикізатты тексеруден бастау алады. Бұндай кондитерлік өнімдерді дайындаудың негізгі азық-түліктеріне ұн, қант,
әртүрлі майлар мен жұмыртқа жатады. Ең алдымен ұн мен қантты елеуіштен өткізеді. Себебі олардың құрамындағы өзге бөтен заттардан тазартылады. Кілегей май мен маргарин мұқият араластырылып, жұмыртқа арнайы сүзгіштен өткізіледі. Қамыр дайындалып болған соң оны арнайы қалыпқа салып пісіреді. Пісіріліп болған жартылай фабрикат өнімдері суытылуға жіберіледі. Міне, торттың негізгі қабаты дайын болды. Это наш кондитерский цех. Здесь мы производим торты, пирожные. Бұл кондитерлік цех. Мұнда тәтті торттар, әртүрлі тәттілер мен пирожнылар жасалады. Жалпы 40-тан астам өнім түрлері шығарылады. Күніне мұнда жұмыс істейтін қыздар 250-300 кг тәтті өнімдері шығарады. Күннен күнге өзіміздің сұрыптамаларымызды арттырып келеміз. Барлығы бұл жерде 5 адам жұмыс істейді. Олардың ішінде кондитерлік безендіруші, бөлуші, пісіруші кіреді. Бригада көп болмаса да қыздар тырысып келеді. Мен технолог болып қызмет атқарамын. Оның жұмысы шыққан өнімдерді тексереміз. Және сапалы шығуын байқаймыз. Яғни нарыққа сапалы өнімдер шығару біздің ең басты мақсатымыз. Жалпы күн сайын жаңа бір түрлер енгізіп, өнімдерді жаңартып тұруға тырысамыз. Торттың жаңа түрлері тұтынушылардың қажеті мен талабына сай етіліп дайындалады. Қазіргі таңда көпшілік тұрғындар жеңіл кремді, сливка қосылған торттарды көп тұтынады. Торттар көбінесе жартылай фабрикатта пісірілген, 2-3 қабаттан тұрады. Әрбір торт түрі қайталамас пішін мен мүсінге ие. Тортты әдемілеп безендіру үшін тәжірибелі маман кондитерлер болады. Наталья Дар бұл кәсіпорында безендіруші болып қызмет атқарады. Жұмыс жасап жүргеніне 3 айдың көлемі болған. Работаю. Бұл жерге училищені бітіре салысымен жұмысқа орналастым. Жалпы кондитерлік өнімдермен жұмыс жасап жүргеніме 10 жылдың көлемі болды. Алайда бұл жерде 3 ай ғана істеп жүрмін. Ешкімнен үйренбеген, барлығы өз ойымнан шыққан туындылар. Кез келген тәттілерді қия алмай ерік беріп жасаймын. Сонда ғана ол тартымды тұтынушыны өзіне баурап алады. Әрбір өнімді оның әдемілеуіне байланысты уақыт кетеді. Кейбіреу 15 минутта, кейбіреулерін жарты сағатта сәндеп бітіремін. Жалпы өз жұмысым өзіме қатты ұнайды. Қызметімнен шабыт аламын. Қазіргі таңда Тоқаш комбинатының Петропавл қаласында 20-дан астам фирмалық сауда нүктелері бар. Дүкен сөрелерінде әрқашан дәмді, тәтті өнімдерді ғана байқауға болады. Басшылықпен қоса кәсіпорынның барлық қызметкерлері нан адам өміріндегі ең басты тағамдарының бірі. Молшылық пен денсаулықтың белгісі деп нық сеніммен айтады. Оның бағасы ешқашан өзгерген емес, және өзгермейді де. Петропавл нан Тоқаш комбинатында пісірілген әрбір нан ерекше жылулықпен, әрі зор сүйіспеншілікпен пісіріледі. Тұтынушылардың сенімі Петропавл нан Тоқаш комбинатының ең бағалы марапаты. Хлеб вы покупаете, хлебокомбинат или домашний? Хлебокомбинат. А почему? Мне больше нравится по вкусу. Хлебокомбинат, чем это объяснить тем, что оно лучше качеством. А почему? Ну, я не знаю, это нравится. Хлебокомбинат, как обычно. Почему? Ну, хлебокомбинат я сам лучше. Хлебокомбинат. Почему? Ну, нравится мне так. И хлебокомбинат. Хлебокомбинат. Комбинат, ну, хлебокомбинатовский. Почему? Вкуснее. Я покупаю хлебокомбинат. Хлебокомбинат. Почему? Вкуснее? Да, муж там хлебокомбинатовский. Почему? Не знаю, говорит, вкусно. Комбинатовским. Почему? Почему? Так давно мы так привыкли, уже нравится. Нан Тоқаш комбинаты өз өнімдерін тек қана солтүстік Қазақстан облысында ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның басқа аймақтарына да тасымалдайды.
Отдел сбыта включается хлебокомбинат, то есть... Біздің өңірімізде нан-тоқаш комбинаты өзінің нан-тоқаш өнімдерінен бөлек кондитерлік тәттілерді өндірумен ерекшеленеді. Барлық жерде өз өнімдерін таратып үлгерген комбинаттардың бірі. Өңіріміздің аудандарын ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның өзге де қалаларында өз сауда нүктелері бар. Астана, Алматы, Семей, Көкшетау қалаларынан тапсырыстар алып жүрміз. Мемлекеттік кәсіпорындардан мемлекеттік тапсырыстар алып тұрамыз. Сонымен қатар біздің комбинатта әртүрлі жәрмеңкелерге шақырып тұрады. Біз қазір комбинатта қара бидай ұнынан жасалған нан өнімдердің сұрыпталуын кеңейтуді көздеп отырмыз. Сонымен қатар біздің комбинаттың 19 сауда нүктесі бар. Күніне 2 мәрте жаңартылған нан-тоқаш өнімдерін апарып тұрамыз. Әрқашан сыпайы қызметкерлер тұтынушыларға жаңа нан сұрыптарымен қамтамасыз етуге әзір. Біздің комбинатқа нан-тоқаш зауыттарына тапсырыс экспедиция арқылы жүзеге асырылады. Ол жерде тапсырыс қабылдаушылар қоңырауларға жауап береді. Кондитерлік өнімдерді саудалайтын 5 нүктеміз бар. Күніне 80-нен астам тапсырыстар түседі. Жалпы 300-ге жуық тапсырыстарда облыстар мен басқа қалаларға жөнелтіп отырамыз. Жұмыстың жоғарылауы мен сауда орындарына өнімдерді саудалау жаһандануға келіп соқты. Қазіргі таңда нан-тоқаш зауытында 400-ге жуық қызметкер күні-түні тынбай еңбек етуде. Нан біздің мемлекетте ғана емес, сонымен қатар басқа да елдерде ең негізгі азықтардың бірі болып қалмақ. Әрбір дастарханға ол жаңа күйде әрі сапалы туралып қойылады. Сондықтан Петропавл нан-тоқаш зауытының қызметкерлері әрқашан салмақты да жауапты жұмыс атқарады. Ал бұл еңбектің бағасы тұтынушылардың жоғары сапалы өнімдерге тапсырыс берулерінде болып отыр. Қазіргі таңда Петропавл нан-тоқаш зауыты сапасы тұрақты, ешкімге тәуелді емес кәсіпорындардың бірі. Зауытта өндіріс көлемі тұрақты, әрі өнімнің бірнеше түрлері шығарылады. Өткен жылы 8000 тоннаға дейін нан өндірілген. Мы планируем развитие. Өңірімізге жақын қалалардан көптеп тапсырыстар алуды жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар Ресей Федерациясының қалаларымен де қатынас жасаудамыз. Соған дайындық үстіндеміз. Яғни нанды кесілген әрі қапталған күйінде тапсырыстарға жеткіземіз. Қазіргі таңда ең басты талап ететініміз нан өнімдерінің сапасына көп мән береміз. Өңірімізде астық сапасы төмендеп барады. Соған сәйкес оның сапасы да төмендеуде. Бірақ соған қарамастан бізде арнайы технологтар бар. Оларды құрылғылар мен тәжірибелердің арқасында оның сапасын жоғары деңгейде сақтап тұр деуге болады. Бәсекеге қабілетті кәсіпорындардың бірі ретінде өнімдеріміздің сапасы да, бағасы да соған сәйкес болып отыр. Кез келген ісін жаңадан бастап келе жатқан нан пісірушіге біздікі сияқты үлкен көлемде әрі сапалы нан өндіру қиынға соғары сөзсіз. Әр жыл сайын бағдарлама бойынша Германиядан тәжірибе алмасу мақсатында комбинат ұжымына үйрету үшін арнайы мамандар келеді. Сондықтан солтүстік өңірде Петропавл нан-тоқаш комбинаты сапасы мен ассортименті жаңа стандарттарының заңы болып табылады. Петропавл нан-тоқаш комбинаты жұмысының негізгі мақсаты сапалы өнімдер шығарып, нан пісіру дәстүріндегі ең үздіктерін ғана пайдалану болып табылады. Комбинат дәстүрлі технологияларды қолданады, тек табиғи шикізаттарды ғана пайдаланады. Қатаң жүйедегі бақылау сапалы өнімдерді шығарып, тұтынушыларды бәсекеге қабілетті нан-тоқаштар мен оннан жасалған өнімдермен қамтамасыз етуге үлес қосады. Нан халықтар арасында татулық пен бірлікті тасымалдаушылардың бірі болады және болып қалмақ. Өмір өзгеріп, құндылықтар жоғары бағалануда. Алайда нан болса, ең үлкен құндылықтардың бірі болып қала бермек. Қазіргі таңда нан мен нан-тоқаш өнімдерінің бірнеше түрлерін байқауға болады. Нан баяғыша біздің тамақтануымыздағы ең басты, әрі ең дастарханымыздағы сүйікті азығымыздың бірі болып қала бермек. Петропавл нан-тоқаш комбинаты нағыз нанның ерекше дәмі.